Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Тағы да байланысқа шығатын себеп пайда болды. Бұл Саламат Избуллаевтың PFL-дағы алғашқы жекпе-жегі. Әдеттегідей бастамас бұрын менің әлеуметтік желілеріме шақырамын. Егер YouTube арнама жазылмаған болсаңыздар, жазыла отырыңыздар. Одан бөлек дәл осы видеоның астында Telegram арнама және Instagram'a да сілтеме қалдырамын. Сол жаққа да қош келдіңіздер. Әсіресе Telegram'да жиі байланысқа шығып тұрамын. Ол жерде күнделікті менің бір жекпе-жектер тойларым шығып тұрады. Ал енді саламатқа келетін болсақ, енді бұл видеоны бірнеше блокқа бөлуді жөн көрдім, және ең біріншісі біз бұл жекпе-жекте не көрдік және жекпе-жек қалай өтті деп содан бастайық. Жекпе-жек енді біз ойлағандай болған жоқ, шыны керек. Саламатқа сендік, бірақ бұлай оңай болады, бүйтіп жайпап өте шығады деген бір ең соңғы варианттардың бірі болған шығар. Мен шыны керек өзім қатты бір тартысты жекпе-жек күттім. Пинеда қалай айтсам, бұл жерде бір өзім үшін анықтама берген, бірақ сөз таба алмай тұрмын. Итше төбелесетін адам да, кәдімгі қан жоса болып, андай бір лас бокс жасай алатын, өте кәдімгі кәсіпқой ММА-дің өкілі, толықтай кәсіпқойды бастаған, сондай бір қасиеті бар спортшы еді. Бірақ бұл жекпе-жекте не болмаса Саламаттың деңгейі соншалықты жоғары ма, әлде Пинедаға ма бірдеңе болды ма, ол жағын енді біз біле бермейміз. Біздің көргеніміз оп-оңай жекпе-жек. Бірінші кішкене барлау, Саламат Пинеданың өзіне қарай жүргенін қалады, оның реакциясын қарап жүрді, күтіп жүрді. Ал Пинеда болса октагонның ішін айналып жүріп, керісінше ол Саламатқа қарап жүргендей болды. Сен мына не істейді екен деген сияқты. Одан бөлек не әсер етті, не көрдік? Оппозицияның жоғарылауы Саламат үшін қатты әсер еткен жоқ. Бұл өте маңызды дүние, яғни Саламаттың деңгейі біз ойлағандай шынымен де жоғары. Өйткені бұрған дейінгі 9 қарсыласын аламыз, және қазіргі Пинедадан алсақ, әрине жер мен көктей. Әсіресе Қазақстанда Алашбаевта болған кезде Саламатқа жақсы қарсыласқа ол қиын тұғын. Өйткені жақсы қарсылас десең, олар әкесінің құнын сұрайды. Ана жерде гонорар енді Қазақстан үшін тым үлкен гонорарлар сұрайтын. Сондықтан Қазақстанда өзінің деңгейі бірнеше бас төмен жігіттермен төбелесуге тура келді. Енді заңды сұрақ туындайды, бұл жерде оппозициясы төмен екен, мына жаққа шыққанда PFL-дің бұрынғы чемпионы, соңғы гран-придің финалисті осындай мықты жігітке қарсы қалай төбелеседі екен деген кезде, бірақ бұған дейін 9 қарсыласты қалай өтті, бұл жерде де сондай шамамен жекпе-жек көрдік. Ешқандай қиыншылық болған жоқ. Яғни оппозициядағы секіріс қатты әсер еткен жоқ деген сөз. Салмаққа қатысты түсінуімше салмақты оп-оңай жасады. Енді мынаны ескеру керек. Бұған дейінгі тағы сол 9 жекпе-жек келетін болсақ, Саламат жеңіл салмақты өткізді, 70-3. Оның көбі 73-74 келді, кейбіреулері өткен. Бұл жолы тұрақ кәдімгідей жартылай жеңіл салмақ жасауға тура келді. Яғни 65-800 дәлірек айтсақ, сонда 66-да 300 болуы да мүмкін, енді ішкі регламентке байланысты, ол жағын қатты біле білмейміз. Яғни салмақ жасау бұрын соңды бұндай салмаққа түспеген, әуесқой спортта да, бұған дейін кәсіпқой спортта да таза 70-те жүрген, жеңіл салмақта жүрген, дене бітімі 70-ке келмейді, кішкентай, соған қарамастан 70-те жүрген көп салмақ болмау үшін бұл жолы жартылай жеңіл өзінің табиғи салмағына келді дейік. Бірақ бірінші рет қуғаннан кейін өзін қалай сезінеді деген ой болды, бірақ салмақ қуу оңай өткен, түсінуімше, және жекпе-жекте қатты әсер еткен жоқ. Бұл біз жекпе-жектен не көрдік, нақты айта аламыз, енді факт ретінде тіркей аламыз. Міне осылай болды, осылай нәтижеге алып келді деген сияқты. Бұл біздің көзбен көрген нәрсеміз. Енді көзбен көрмеген нәрсе жайлы айтатын болсақ, бұл жерде конспирологияға жүгінейік кішкене. Мен бұл жерде Саламаттың бір жеңісін төмендетейін, кемсітейін деп тұрған жоқпын, бірақ мына ой маза бермейді. Білесіздер, Мавлид Хайбуллаев, PFL-дің сол чемпионы, Пинеданы соңғы жекпе-жекте жеңген, гран-придің финалында допингпен ұсталынды, шеттетілді. Сол кезде Пинеда дау шығарады. 2025 жылдың басында, қаңтардың бас кезінде дау шығарады. Біз дейді, тіпті желтоқсан айында, желтоқсанда, өткен жылдың желтоқсан айында, онда мені чемпион қылып мойындаңдар дейді. Және менің тиісті ақшамды беріңдер. Өйткені ана жігіт гонорарды допингпен ұсталынған екен дейді. Бірақ түсінуімше лига ондайға көнбейді. Хайбуллаевты титулынан айырған жоқ па, гран-при чемпион атағынан айырған жоқ па, әзірге белгісіз. Пинеда үшін ештеңе өзгерген жоқ. Енді қарсыласы допингпен ұсталынғаннан кейін онымен 5 раунд төбелесті, 5-ші раундта ғана ұтылды қылқындыру әдісімен Пинеда. Оның заңды талабы сондай, ондай хақы бар, онымен келісе алмаймыз. Факт.
допинг бар ма? Иә, демек оны шеттету керек. Сондықтан лигамен бір келіспеушілік пайда болған сияқты, өзара бір араздық болған сияқты. Бәлкім соның кесірінен де менің мынадай ой келіп отыр да, Пинеда лигадан кетуді ойлап жүрген адам болу керек. Лигадан енді ондай үлкен лигалардан оңай мен кеттім деп болды қол бұлғап кете салмайсың. Ол жерде контракт бойынша міндеттемелер бар. Егер ұтып жатсаң, тіпті сенің пролонгация, яғни контрактыңды ұзартуы мүмкін. Не болмаса саған басқа бір лига контракт ұсынса, оның ақшасынан артық төлеп ПФЛ алып қалуы мүмкін. Сен бас тартамыз. Жалпы ондай заң жүзінде ондай манипуляция жасауға болады, Пинедадан ұстап қалуға болады. Бәлкім сол лигадан көңіл қалғаш үшін жекпе-жекті бере салды ма деп ойлап қалдым бір сәтте. Сондай ой пайда болды. Бұны жай теория ретінде айтып отырмын сізге, міндетті түрде солай емес. Мүмкін болуы. Өйткені жекпе-жекті қараңыздар, Пинеда тым көп жүріп қойды, қашқалақтап жүрді, және партерде бірнеше шынтақ дегеннен кейін ол жерде рефери тоқтатқан жоқ қой. Ол жерде байқасаңыздар, бүйтіп қол бұлғап болды, мен ары қарай төбелеспеймін деп көрсетті. Яғни жекпе-жекке шыққан кезде сондай бір айқасуға зауқы жоқ адам болған сияқты, яғни көзінде от болған жоқ сияқты болып көрінді. Менің ойымша бұндай теорияда әбден өмір сүру керек. Талқылап көрейік, сіздер қаншалықты солай деп ойлайсыздар. Менің ойымша, егер алдағы уақытта қазір Пинеда оңайшылықпен лигадан кетіп жатса, яғни бұндай жігітке ұтылып жатқан, дебютантқа ұтылып жатқаннан кейін лига бұның шаруасы біткен шығар, болды деп онда жібере салуы да мүмкін. Ол қанша жекпе-жегі қалды, соған байланысты. Бұл әшейін сіздер кішкене ойға түйіп отыратын конспирология дейік. Сіздер де ойлап отырыңыздар, және бұдан кейін бұл жігіттің, Пинеданың карьерасы қалай өрбитінін көреміз, сол кезде нақты жауап алатын боламыз. Шынымен конспирология ма бұл, әлде жоқ па дегендей. Әсіресе сол Мавлид Хайбуллаевқа қатысты даудан кейін солай да болуы ықтимал деп ойлаймын. Енді ары қарай кішкене негатив айтып көрейік. Біз тағы да бір раунд көрдік. Енді 10 жекпе-жектің 9-ын бірінші раундта аяқтаған, бір ғана жекпе-жегі екінші раундқа жеткен Саламат Избулаевтың. Жалпы жекпе-жектерде қатты бір қиыншылық көрмеген, қысым көрмеген, кәсіпқой ММА-да айтып отырмыз. 5 раундтық жекпе-жектерде әуесқой ММА-де енді Ресейдің ішкі чемпионаттарын өткен, Ресей чемпионы болған адам енді оңай адам емес. Бұл факт. Бұны мойындайық. Әлемдегі ең үздік, жалпы әуесқой ММА-дегі ең үздік командалардың бірі, бұл факт. Бірақ әуесқойда 5 раундтық жекпе-жектерде сондай бүйтіп мұжып күресіп, сондай жекпе-жектер болған жоқ. Яғни сондай 4 демей ақ қояйық, 2-3 раундтық жекпе-жектерде қалай сезінеді, функционалдық даярлық қандай болады деген сұрақтар пайда болады. Және бұл сұрақтарға менің ойымша біз алдағы уақытта жауап алатын боламыз. Енді бұндай дебюттің плюсы да минусы бар, өздеріңіз түсініп отырсыздар. Әшейін жайпап өтті бұл қарсыласты. Қазір бұл жігітті тым лига бірден бір буст жасап, итеріп бірден титулға шығарып жіберуі мүмкін. Оның кемшілігі бар менің ойымша. Әлі де AJ Макки, сол Хизриев сияқты жігіттермен ертелеу, кішкене лигаға бой үйретіп алу керек. Плюсы әрине бұл бірден бірақ кірді, бірден топта, бірден лиганың бұл салмақтағы ең үздіктердің бірі болып шыға келді. Енді бұл жақта кім қалай қарайды бұл ситуацияға, соған байланысты. Сосын ендігі сұрақ қандай бізде? Келесі кім деген сұрақ туындайды. Міне көрдіңіздер, мәселе қай жерде? Менің ойымша әлі де сол Хизриев ПФЛ-дің гран-при чемпионы болған, AJ Макки Беллатордың чемпионы болған, қазір ПФЛ-де жүрген, бірмен екінші орында тұрған жігіттер, бұлар кішкене бұларға қарсы шығу қазір ерте болуы мүмкін. Шамасы жетпейді деп тұрған жоқпын, бұл жерде сәл тәжірибенің жетіспеуі мүмкін. Стиль жағынан да мысалы Хизриев көп проблема жасауы мүмкін. AJ Макки өте ірі бұл салмаққа, ол 70-те біраз төбелескен адам, қазір кәдімгідей салмақ қосып алған, сондықтан AJ Макки біраз қиыншылықтар тудыруы мүмкін. Бұл жерде Саламаттың әуесқой ММА-дегі белдесулер жекпе-жектеріне барамыз. Сол жерде негізінен стилі жағынан жақсы бір жекпе-жектің қарқынын орта деңгейде ұстап күресе алатын, күресе беретін, қайта-қайта жармасып, кеңістік бермей күресе алатын дағыстандықтар проблема тудырған. Әуесқой ММА-де жалпы мен көрген 3 жеңілісі бар, соның 3-і де сондай дағыстандықтардың қолынан. Әлем чемпионатының финалында Бахрейн атынан шығатын дағыстандыққа дәл солай ұтылды, күрестің кесірінен.
қайта дым жасаған жоқ былайша, бірақ қысып өзі де дым жасатпай қойды қарсыласына. Ол жерде контрольдан басқа ештеңе бағалай алмайсың ондай жекпе-жектерде. Сондай мәнерде Хизриев мысалы өнер көрсете алады, яғни Саламатқа кеңістік бермей деген сияқты. Бәлкім тағы да бір өтпелі оппозиция керек шығар деп ойлаймын, өйткені Пинедан тез өте шықты, бірақ әлі де сәл де болса іштей күмән тұрады. Шынымен де Пинеда қазір қандай күйде, бәлкім бабы төмендеп кеткен шығар, бәлкім басқа факторлар болған шығар деген сияқты. Мен асыра бірден мақтаудан, бұл Шавкаттың орынбасары деуден әрине аулақпын. Сол себепті айтып отырмын, әлі де бұндай қарсылас тұтқанымен сәл ойда сол нәрсені ұстап отыру керек. Стиль бір бар, 2-3 раунд бір бар, және бірден титул берсе, ол жерде 5 раундты күресу керек. Бұл жігіт 5 раундты қойып, 3 раунд көрмеген адам. Сондықтан бұл жерде өте сақ болу керек. Және келесі көріңіздер, бұл жерде лига жалпы бұл дебютті қалай қабылдайды, соған байланысты. Вау, мынау не деген сұмдық деп, мынау не деген жекпе-жек, не деген сұрапыл десе, олар қазірдің өзінде негізі үш жекпе-жекке берген контракт ұзартып, оны лигада алып қалуы мүмкін. Ал Саламаттың мақсаты қандай болуы мүмкін ол жерде? ПФЛ-де сол берген жекпе-жекті өтеп шығып, мен ары қарай UFC-ге кетемін деуі мүмкін. Не болмаса, болды, осы жерде қалдым ба, осы жерде соңына дейін қаламын деп, пролонгацияны қабыл алып, тағы бір жекпе-жек өтсем, мысалы титулға шығарамын. Енді ары қарай менеджмент қалай келіседі, матчмейкерлермен қалай келіседі, соған байланысты. Қандай шешім қабылдайды? Жоқ, мен осы жекпе-жегімді қазір толықтай өтеп шығайын, сосын сөйлесеміз деуі мүмкін. Ол кезде әрине лига күмәндана бастайды біріншіден, екіншіден лига кішкене жекпе-жектердің арасын ұзартады әрине. Бір жылдың ішінде 3 рет беріп тастап, ол жарайды қош бол дегенге мен сенбеймін, және менің ойымша сол бірінші вариант дұрыс та шығар. Қазір Саламат жақсы көрініп қалды, және лига әрине бұндай талантты, бұндай жігітті барынша ұстап қалуға тырысады. Лига бұл жігіттің артында аудитория тұрғанын да сезген болуы керек әлеуметтік желілерден. Бұл өте маңызды фактор. Одан кейін тағы да бізде не бар қосатын? Бұл әрине UFC. UFC-ге Саламат барады ма, бармайды ма? Қазірдің өзінде барлығы UFC деп жатыр, бірақ ұмытпайық, ПФЛ бұл әлемдегі топ 3 лига, және ол жерден оңай кете салмаймыз. Бұл жерде келісім шартқа көп нәрсе байланысты болады, және жартылай жеңіл салмақта UFC-де тәптір бәсекелестікке қабілетті екенін көріп отырмыз. Қазір тіпті UFC-ден тыс бұл салмақтағы мықты жігіттер бар, ACA чемпион Ислам Омаров, Rising чемпион Ражабали Шайдулаев деген сияқты, солармен теңеп жатыр. Менің ойымша сәл ертерек, таланты бойынша еш кем емес, бірақ уақыт бір тексерілумен, оппозиция тексерілумен толықтай өтпеген адам. Сондықтан алдағы уақытта әрине біз көре жатармыз. Қатты әсер ететін әрине бұл жерде Саламаттың карьерасына қатты әсер ететін нәрсе, бұл жалпы лиганың Саламатқа деген көзқарасы. Егер көптің бірі деп әлі де қарай беретін болса, шынымен де сол қалған 2 жекпе-жегін өтеп кетіп қалуы мүмкін. Бірақ ПФЛ менің ойымша бұндай әсіресе стилі тартымды, жарқын жекпе-жектер жасай алатын адамдар әрине барынша ұстап қалуға тырысады. Сондықтан алдағы уақытта не осы жекпе-жектен кейін, не болмаса келесі жекпе-жектен кейін кішкене ақшасын көтеріп, жекпе-жектердің санын ұлғайтатын болады. Не болмаса титулды жекпе-жек берсе, тіпті титул алғаннан кейін бүкіл лигаларда бұл андай бір қосымша не болады, ереже болады, пролонгация. Яғни сен титул алдың ба, қосымша тағы 2 жекпе-жек қосылады, сен міндеттелесің, 2 жекпе-жек өткізіп, титулыңды қорғағаннан кейін барып қана сені лига босата алады. Оның өзінде де басқа лига ұсынған кезде олар ол контракттан артық ұсынып алып қалуы мүмкін. Сондықтан сұрақ көп бұл жерде, біраз ойлану керек. Алдағы уақытта көретін боламыз. Пинеданың, жаңағы конспирологияға жүгінетін болсақ, Пинеданың карьерасы қалай өрбиді ары қарай, Саламаттың карьерасы. Қорытындылай келе, бұл әрине мінсіз дебют. Пинеданың арқасында ПФЛ сол турнирдің негізгі кардына енді, әлем бойынша бұл ESPN-де көрсетілген турнир. Дубай қазір жалпы сол аймақ, біз кім болмағанда Азия аймағында MMA орталығына айналып жатыр. Жақсы көрініп қалды, және жарқын жекпе-жек. Алдағы уақытта енді лига қандай жекпе-жектер береді, соған көп нәрсе байланысты болады. Енді бірден титулға шығара қояды дегенге сенбеймін.
бәлкім тағы бір жекпе-жектен кейін титул ұсынады, егер ұтып жатса, иә. Және титул бұл жерде қандай мәселе? Үшінші жекпе-жек, титулды алсаң, онда ары қарай контракт созылады, қаласың деген сөз. Жеке мен өз басым, жалпы өз ойымды айтатын болсам, фанат ретінде мен әрине Саламатты UFC-де көргім келеді. PFL-де ұзаққа қалмаса екен деймін. Және де біздің жанкүйерлердің қатты мақтағанын да әзірше қаламаймын. Сол жаңағы Шайдуллаев болсын, Ибомаровтармен теңеуге менің ойымша әзірше ертерек. Оның барлығын енді алдағы жекпе-жектер көрсете жатады. Міне осындай қорытынды. Бұл жекпе-жектен жалпы PFL-де жоғалып кетпейтін спортшы деп есептеймін. Ұзақтан бері Саламатты шетелдік үлкен лигада күттік. Менеджменті де өте жақсы. Қазіргі таңда ал бұндай айқастан кейін тіпті UFC-ге жақындау мүмкін деген ойдамын. Сіздер де қош келдіңіздер. Комментарий деген дүние бар. Комментарийге өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Менімен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Жалпы бұл жекпе-жектен қандай әсер алдыңыздар? Саламаттың болашағы жайлы өз ойларыңыз қандай екенін жаза отырыңыздар. Тағы да қайталаймын, менің арнама тіркеліңіздер, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бұны YouTube жақсы көреді. Ал осымен қоштасам, алдағы уақытта UFC-де бірнеше жігіт төбелеседі, солар жайлы да бұл арнада видеолар болады.